Қымбат өнімдері не үшін қажет деген сұраққа жауап берейік. Біріншіден, бұл біздің ас адамның арқауы дейді. Біздің тағамдардың сапалы және денсаулыққа пайдалы болу үшін. Соған қажетті микроэлементтермен толықтырып отыру үшін. Біз тағамдарға тұз қосамыз, дәмін келтіру үшін. Бұрыш қосамыз, тағы басқа жаңағы приправалар, тағы басқа нәрселер қосамыз. Не үшін? Тамақтың дәмін келтіру үшін. Ал енді бұл жерде тамақтың құнарын келтіру үшін қосамыз. Қымбат өнімдерін бізге біздің азық-түліктерде жетіспей жатқан, біздің организмге жетіспей жатқан витаминдер, минералдар және осы тектес заттарға толықтыру үшін. Енді не себепті дегенде, біз азық-түлік жеп жатырмыз, көкөніс, жеміс жидек жеп жатырмыз, бірақ неге бұны қоса ішуіміз керек дегенде, бізде азық-түлік сапасы осыдан 100 жылғы, 50 жылғы азық-түлік сапасынан аспан мен жердей айырмашылығы. Бұл біріншіден. Екіншіден, жер, су, ауа ластануы, экологиялық мәселелер. Мен енді қысқаша айтып отырмын. Бұл ауқымды тақырып, мына TikTok-тың форматына сыймайды. Одан кейін түрлі қоспалар дүкендерде, супермаркет, барлық жерлерде сатылатын азық-түлік. Енді кез келген адам жеке қожалықта, жеке өзінің шаруашылығы, жеке сүт, ет өнімдерін қолданып отырған жоқ қой, мыңнан бір, миллионнан бір. Сондықтан кез келген адам барады, дүкеннен алады, магазиннен алады, супермаркет, гипермаркет. Мына осындағы азық-түліктердің барлығында түрлі қоспалар бар. Ол дәмін келтіретіндер, консерванттар, яғни бұзылмас, ұзақ сақтау үшін түрін беретін товарный вид. Одан кейін ароматизатор, рыхлителей, красителей, отбеливателей, тағы басқа. Мына осылардың барлығы азық-түлік емес, бұл химиялық қоспалар, химия. Бұлар организмге өте зиян, денсаулыққа зиян. Міне осыларды әсері. Одан кейін кез келген адам, бала болсын, үлкен кісі болсын, дәрі-дәрмек ауырып сырқаған кезде қабылдайды. Химфарм препараттары, бұлар да организмге токсичный, побочный эффект береді және организмде жинақталып қалады. Одан кейін жалпы организмге, адамның өмір сүру тіршілігіне қажетті витаминдер, минералдар, яғни А, С, В, тағы басқа Б тобындағы витаминдер. Одан кейін минералдар, яғни кальций, магний, железо, темір, яғни омега-3 деген сияқты толып жатқан микроэлементтер. Бұлар біздің организмге жетпей жатады. Неге? Себепті біз тамақты пісіреміз, қабығын аршимыз, тураймыз, холодильникте сақтаймыз, одан кейін морозильникте, одан кейін пісіреміз, күйдіреміз, бұқтырамыз. Мына осылардың бәрі термический обработка дейді, яғни күйіп, жанып кетеді. Жаңағы айтқан нәрселердің барлығы. Сондықтан біздің тамағымыз тоқ болғанмен организм аш. Міне осы себептен бізге витаминдер, минералдар өте қажет. Сондықтан біз оларды жаңағы тұз, бұрыш сепкен сияқты, дәмін келтірген сияқты, біз оның құнарын келтіріп отыруымыз керек. Қысқаша мәлімет осы. Ал енді сапалы бат өнімдерін, жаңағы айтып отқан кальций, магний, железо, омега-3, тағы басқа, коллаген бар, басқасы бар. Осылардың барлығын өзімізге, балаларымызға қай жерден аламыз, қалай дұрыс таңдаймыз дегенде WhatsApp-қа жазыңыздар, толық мәлімет сол жерде аласыздар. Бұл жерде TikTok-та телефон жазуға болмайды, TikTok-та ұзақ айтуға болмайды, өзінің қысқа 3 минуттық сыймайды. Сондықтан барлығын сол жерде айтамыз. 8 747 125 65 52.